саламатсыздар ма? Химия пәнінің мұғалімі Қазына Дәрімбетова. Бүгінгі сабағымыз элемент, қоспа және қосылыс. Бүгінгі сабақта жай заттар бірдей атом түрлерінен тұратынын білеміз. Таза заттардың физикалық қасиетке ие болатынын білеміз. Және таза заттардың атомдар немесе молекулалардың бір ғана түрінен тұратынын білеміз. Элемент, қоспа, қосылыс түрлерін ажырататын боламыз. Массасы бар белгілі бір көлемге ие материя зат деп аталады. Барлық денелер заттардан тұрады. Бір ғана атом түрінен жасалатын заттарды элемент деп атайды. Ал бірнеше атом түрлерінен тұратын заттарды оны химиялық қосылыс деп атайды. Ал енді заттар мен химиялық қосылыстар туралы бейнеролигімізге назар аударайық. Кітап, картон қиығы мен мақтаға қараңыз. Бұлардың пішіндері мен өлшемдері әртүрлі. Алайда олардың барлығы бір зат, целлюлозадан жасалған. Егер біз объектілерді ұсақ бөлшектерге бөлетін болсақ, олардың пішіндері өзгереді, бірақ олар жасалған материал өзгеріссіз қалады. Материяның жекелеген осындай түрі таза зат деп аталады. Целлюлоза таза зат, дәл сол сияқты темір мен көміртек те таза заттар. Суда таза зат болып есептеледі. Ол сұйыққа, су буына немесе мұзға айнала алады. Әр заттың өзіне тән өзгермейтін қасиеттері бар. Сондай қасиеттер химиктерге оларды өзге заттардың ішінен анықтауға көмектеседі. Түрлі заттар өздерінің бірегей әрі ерекше қасиеттері бойынша анықталады. Ондай қасиеттерге заттардың түсі, иісі, физикалық күйі, тығыздығы, балқу температурасы мен қайнау температурасы, тағы басқалар жатады. Сонымен қатар таза заттардың температура, көлем және массаға тәуелді белгілі бір қасиеттері де бар. Келесі мына тапсырмаға назар аударайық. Бұл жерде қайсысы элемент, қайсысы химиялық қосылыс? Оттек, тұз, бор, көміртек, күкірт, темір, көміртек диоксиді және мыс. Дұрыс айтасыздар. Оттек, көміртек, күкірт, темір, мыс ол элементтер. Ал тұз, бор, көміртек диоксиді ол химиялық қосылыс. Элемент бір ғана атом түрінен тұрса, химиялық қосылыс бірнеше атом түрінен тұр. Мысалға, тұз, натрий мен хлор атомнан тұрса, ал көміртек диоксиді көміртек пен оттек атомдарынан құралған. Әр таза заттың өзіне тән тұрақты физикалық және химиялық қасиеттері болады. Осы қасиеттері бойынша заттарды өзге заттардан ажыратамыз. Өмірде және қоршаған ортада түрлі қоспадан жасалған материалдар өте көп кездеседі. Олардың ішінде сүт, теңіз суы, ауа, металл құймалары және де тағы басқа заттар қоспаларға жатады. Ал енді бейнеролигімізге назар аударайық. Іс жүзінде біз таза зат емес түрлі заттардың қоспаларымен жиі кездесеміз. Қоспалар мен таза заттардың айырмашылығы қоспалардың құрамына бірнеше компонент кіріп, алуан түрлі болып келетінінде. Жер асты суы жай көзге таза болып көрінеді, бірақ ол суда еріген тұздар мен газдардың қоспасы. Құрамы күрделі қоспаның мысалына кофе жатады. Ол сұйылтылған, қою, сүтпен немесе сүтсіз, қантпен немесе қантсыз болуы мүмкін. Тағамдар ондаған немесе тіпті жүздеген химиялық заттардан тұратын күрделі қоспалардың мысалына жатады. Енді қоспа мен заттарды ажыратайық. Мұз кесегі, теңіз суы, соус, шикі мұнай, теміршеге және глюкоза. Дұрыс айтасыздар. Мұз кесегі, теміршеге және глюкоза ол заттар. Ал теңіз суы, соус, шикі мұнай ол қоспа. Қоспа мен химиялық қосылыстың айырмашылығы не? Химиялық қосылысқа қарағанда қоспа оңай айырылады. Мысалға, темір мен күкіртті араластырып қойса, ол қоспа болады. Ал егер темір мен күкіртті араластырып астын қыздыратын болса, онда ол химиялық қосылысқа жатады. Ал енді осы туралы бейнероликке назар аударайық. Таза заттар тұрақты температурада балқып қайнайды, ал қоспалар әртүрлі температуралар аралығында балқып қайнай алады. Қоспаларды оның құраушыларына салыстырмалы түрде оңай бөлуге болады. Қоспаларға қарағанда су секілді таза затты оны құраушы элементтерге,
Аталған жағдайда сутек пен оттекке бөлу өте қиын. Химиялық таза судың қалыпты атмосфералық қысымдағы қайнау температурасы Цельсий бағаны бойынша 100 градус, ал балқу температурасы Цельсий бағаны бойынша 0 градус. Алайда оған ас тұзын қоссақ, су енді таза зат емес қоспаға айналады. Бұл қоспаның қасиеттері таза судың қасиеттерінен ерекшеленеді. Ол Цельсий бағаны бойынша 104 градуста қайнайды. Ал оның балқу температурасы Цельсий бағаны бойынша -4 градусқа тең. Осылайша, егер тәжірибе арқылы анықталған балқу және қайнау температуралары нақты көрсеткіштерден 1-2 градус ауытқыса, зерттеліп отырған материалды таза зат деп болжауға болады. Қоспалардың балқу және қайнау температуралары әлдеқайда үлкен диапазонда өзгереді. Бұл берілген заттың таза зат немесе қоспа екендігін анықтайтын ең жеңіл әдістердің бірі. Ал енді қоспа мен затқа байланысты сәйкесін табайық. Айыру оңай. Нақты қатынастағы элементтері бар. Қасиеттері өздерін құрайтын заттардағыдай. Тұрақты температурада балқиды. Түрлі температурада қайнайды. Су, ауа. Дұрыс айтасыз. Айыру оңай. Қасиеттері өздерін құрайтын заттардағыдай. Түрлі температурада қайнайды және ауа ол қоспа. Ал нақты қатынастағы элементтері бар, тұрақты температурада балқитын және су ол затқа жатады. Келесі, қоспа мен қосылыс түрлерін ажыратайық. Элемент атомдары бөлек, химиялық формуласы жоқ. Элементтеріне бөлу оңай, химиялық формуласы бар. Химиялық реакция нәтижесі болып табылады. Өзара біріккен түрлі элементтерден тұратын атомдар. Элемент атомдары бөлек, химиялық формуласы жоқ, элементтерінің бөлу оңай, ол қоспа. Ал химиялық формуласы бар, химиялық реакция нәтижесі болып табылатын және өзара біріккенде түрлі элементтерден тұратын атомдар ол қосылыстар. Ал енді бүгінгі сабақта не үйрендік? Таза заттардың бір ғана элемент атомдарынан тұратынын білдік. Олардың физикалық және химиялық қасиеті болатынын білдік. Элемент, қоспа, қосылыстардың түрлерін ажыраттық. Бүгінгі сабақ сонымен аяқталды. Сау болыңыздар.